Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздер осы кезге дейін біліп келген қазақ хандығының көк туын өтірік екенін білесіздер ме? Егер де білмеген болсаңыздар, осы видеоны соңына дейін қарап, лүпіл басы бар наны қолдауды ұмытпаңыздар. Ал біз кеттік. Ұзақ уақыт бойы қазақ хандығының туы ақ оюы бар, көк түсті ту еді. Алайда бұл ту ойдан жасалған өтірік ту болып шықты. Қазақ хандығы туралы көп фильмдерде, оның ішінде Қазақ хандығы атты тарихи сериалда көп байқалады. Кейін тарихшылар бұл өтірік ту екенін білген, оны түріктің белгісіз бір суретшісі салған екен. Дегенмен көк ту көпке танылып, тіпті ол қазақ хандығының туы ретінде сатыла бастаған. Көп ұзамай тарихшылар қазақ хандығының шын туын тауып, оны қалпына келтірді. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарында тарихшы Мұхтар Мағауин зерттеу жүргізіп, қазақ хандығының туы төре руының тамғасы салынған бір жапырақ қызыл орамал екенін дәлелдеген. Сондықтан Википедияның модераторлары жолданған материалдармен таныса келе, тарихшының пікірімен келісіп, онлайн энциклопедияға өзгеріс енгізген. Ең қызығы, қазақ хандығының туы деп жүрген бұрынғы көк ту энциклопедиядағы ойдан шығарылған тулардың қатарына қосылған. Достар, осымен қазақ хандығының көк ту емес екенін дәлелдеген секілдімін. Егер де осы арнаны жоғалтқыларыңыз келмесе, тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ал ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.